Невский ауылдық кітапханасы қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған онлайн іс-шара ұсынады. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым, жол құйрығым қанатым, кеңесші елім отаным. 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл дүниеге келген. Ата-бабалары ұлы жүз шапырашты, Екей деген елден тарайды. Жамбылдың әкесі Жабай, шешесі ұлдан баласының атын өздерінің көшіп қонып жүрген Жамбыл таудың атымен атаған. Ақын іздей бастасақ, біз Абайға үңілдік, жақын іздей бастасақ, біз Жамбылға жүгіндік. Жамбыл бойынан, оның өлең жырларынан өзінің туған қазақ халқына тән кең пейілдік пен дархандықтың, адалдық пен адамгершіліктің, қарапайымдылық пен қайсарлықтың, ынтымақ пен бірліктің, бауырмалдық пен достықтың, өлең жырды ағыл-тегіл төге жырлайтын ақындықтың, алғырлық пен тапқырлықтың небір сиқыр құдіретін табамыз. Мен бір биік бәйтерек, көкке бойым бойлаған, қармақты терең тамырым жайылып жерді шарлаған. Бәйтерекпін дегенім, жасым жүзді қармаған, тамырым терең дегенім, халқым ғой күшті қаулаған. Жамбыл балалық балдәурен кезінен бастап-ақ өлең жырға, ән күйге құмар болып өседі. Шыншыл әділ сөйлеуге, әзіл оспақ тапқыр сөздерді қиыстырып айтуға әуестенеді. Ол жастайынан нағашысы Қанаданнан қобыз тартуды үйренеді. Жыраулығымен елге танылған Жамбыл ақын, менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемей сыйынбай, сырлы сұлу сөздерді маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырай, қара дауыл құйындай, деп айтыс ақыны Сүйінбай Аронұлын ұстаз тұтқан. Добырасын серік қылып өткізді Жамбыл ғасырды, өлеңді төгіп өрнектер асулардан асырды. Қара терге майланып, еңбегі кетті далаға, тойса тойып тамағы, тоймаған аш жүрді. Қалың халық көтерген өмірдің ауыр зілтасын жылдан жылға тасыды. Жамбылдың әсіресе екі өнері ерекше. Бірінші, айтыста ешкімге дес бермейді. Екінші, ежелгі шығыс пен қазақ, қырғыздың ерлік батырлық эпостарын жатқа айтқан. Мысалы, бір ғана қорығлы деген дастанын 15 күн жырлаған. Ақынның 10-нан астам айтыстары сақталған. Жамбыл бөлек қызымен, Айкүміспен, Бақтыбаймен, Майкөтпен, Құлмұхамбетпен, Досмахамбетпен, Шашубаймен айтысқан. Жамбыл жырлаған лира-этикалық ірі дастандар: Мың бір түн, Ләйлә Мәжнүн, Қыз жібек, Орақ Мамай, Едіге, Қабанбай, Бөгенбай, Өтеген, Сұраныш батыр, тағы басқалар. Асқар тауда едіме, байтақ жатқан жеріме, шапты фашист дегенде, ашумен аралас жырда келді көмейге. Қаһар қаулап денемде, көз жібердім мен елге. Сонда елімнің түрінен тастай болып түйілген қаһарлықты аңғардым. Жау сазайын берерге, жау тиді деп саспастан, аяқтарын нық басқан, айбатынан көресің, аспанмен күші астасқан. Құйған күріш тәрізді, тұлғасында күшті ызғар, батырлықпен ұштасқан. Фашистік Германия кеңестер одағының шекарасын бұзып, басқыншылық соғыс бастады деген суық хабарды қарт Жамбыл емханада жатып естіп, дереу туған еліне оралады. Отанды қайткенде де қорғап қалуға шақырған патриоттық өлеңдер шығарады. 1941 жылы 4 қыркүйекте Ленинград жаудың қоршауында қалды, сақтаныңдар деген хабар таратылды. Осы кезде Жамбыл Ленинградтық өрендерім өлеңін жариялады. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Нева өзен сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріңе қарасам, көмкерген су көремін. Өркеш-өркеш жарасқан шоқлардай дер едім. Сапырылған көк теңіз, шомылдырған кемерін, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Ленинград қорғаушы жауынгер жазушы Всеволод Вишневский плакаттардан Жамбылдың
Ленинградтық өлеңдерім деген өлеңді оқығанда барлығымыз көзімізден жас алдық, жылап тұрып оқыдық. Сонда қазақ халқының достығы мен сүйіспеншілігіне риза болдық деп жазған сөзі Ортақ Правда газетінде жарияланған. Сол плакаттың бірінші саны қазіргі кезде Санкт-Петербургте Петропавл қамалында мәңгі сақталуға қойылған. 1945 жылы 22 маусым күні жергілікті уақыт бойынша 7 сағат 55 минутта Кеңес одағының ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың жүрегі соғуын тоқтатты. 23 маусым күні Қазақстанның халық ақыны 20 ғасырдың гомері жүз жасаған Жамбыл Жабаев қайтыс болғанын хабарлады. 1946 жылы 8 шілде Жамбылдың музейі мен мавзолейі ашылды. Қазақ халқының ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың атында бір облыс, бір қала, бірнеше аудан, көптеген ауылдар, мектептер аталды. Жамбыл отыр сарнаған, елге сөзін арнаған, жырда кепті төгіліп, тасған судай арнадан. Жамбылдың жағы талмаған, жері жоқ Жамбыл бармаған, жүйрік тарлан секілді, жүгірістен танбаған. Таудан ұшқан қырандай, қонар жерін таңдаған, денесі қызып алғанда, алдына жан салмаған. Қызып Жамбыл шапқанда, кімдер жолда қалмаған.